Дастан ат құлағында ойнаған бапкер. Ол бүгін сәйгүлік ертеген жігіттерді ерекше ойынға дайындап жатыр. Жас шабандоздар арнайы спорт киімін киіп, қолдарына ұшы имек келген таяқшасын ұстап, сақадай сай. Арғымақтарды дүбірге құлақ түріп бір орнында тыныш тұрар емес. Атқа жақын балалар тез үйренеді бұл ойынды, шөгенді. Шөген деген ойынды деп өзіміз естігеннен, спортта жүрген бала болғаннан кейін өзімізге жақын қабылдадық. Өйткені бала күннен аттың үстінде жүргеннен кейін, шөген ойын правиласын біраз оқып, үйренгеннен кейін бізге ешқандай қиын болмады. Енді жігіттер аты тосындау естілетін көне ойынды бастайды. Спорттың бұл түрі батыста поло деп аталады. Біздің шабандоздар мұны тез меңгеріп алды. Себебін сұрасаңыз, жылқы бабын жақсы білетін қазаққа бұл ойын жат емес. Аламанға ат қосып жүрген Дастан сияқты кәсіби атбегілер үшін үйреншікті тірлік. Ең біріншіден атты жасынан бастап дайындаймыз. 2 жастан бастап атқа жақынырақ сипалап, жетектеп, мініп дайындаймыз. Жұмыс жасай бастаймыз. Одан 2-ден 3 жасқа толтырғаннан кейін ақырындап кішкене пойлаларда ойын ойната бастаймыз. Одан кейін аттың жасына 4 жасына жеткізгеннен кейін бастап үлкен ойынға атты бірақ дайындап бірақ ойнатамыз. Оғанға дейін атты қысы-жазы жұмысын жасаймыз, тренировкасын жасаймыз. Мұнда ең біріншіден ойынға керегі аттың жылдамдығы керек. Сонымен шөген деген не? Бабаларымыз бұл ойынды қай дәуірлерде ойнаған? Мұның жауабын қазақ жерінен тамыры үзіліп қалған төл өнерімізді тірілтіп, халқымен қайта қауыштырған ұлт спортының жанашырларынан сұрадық. Шөген сөзі ат үстінде таяқшамен ойналатын ойынды бейнелейді. Бұл ойынның шығу тарихын көптеген тарихшылар, ғалымдар Орталық Азияның көшпенділерімен байланыстырады. Соның ішінде айта кететін жайт, осы шөген ойынын ойнағандығы туралы деректер көне түркі жазбаларында, Жүсіп Баласағұнның құтты білігінде, Махмұд Қашқаридың Дивани лұғат атты түркүнінде кеңінен пайдаланады. Ақсақ Темір Самарқан шаһарының тұсында шөген ойыны үшін арнайы алаң дайындаған. Қытай, Иран жазба деректерінде шөген туралы мәлімет көп. Әзірбайжандар оны шоған дейді. Олар Кеңес халықтары спартакиадасында ойнаған. Өзбектер шоқбан деп жүр. Парсылар қазір де бұл ойынды өздерінің ұлттық спорты санайды. Атауы бір-біріне жақын шөген мен шоған. Бүгінде әлем поло деп танитын халықаралық ойынмен тамырлас. Тұран мен Иран мәдениетінің өркениеттерінің өзара мәдениеттерінің өзара патшаларының өзара ойын ойнағандығы туралы да парсы деректерінде, Фирдаусида, Шахнамада, басқа да жазба деректерде көптеп молынан кездеседі. Мынау халықаралық поло федерациясы өзінің тарихын осы шөгеннің шығу тарихымен тікелей байланыстырады. Яғни бұл ойынның тамыры терең, бұл ойынның негізін қалаушылар Орталық Азияның көшпенділері болған деп өзінің ресми сайтында жазып қойған болатын. Ал енді біздің осы ойынды ойнаған ата-бабамыз бұл ойынды мынау Шыңғыс ханның ұрпақтары мен Ақсақ Темірдің ұрпақтарының ортасындағы жер үшін, ел үшін, империя үшін болған текетіресте Ақсақ Темірдің ұрпақтарының Үндістанға ауған кезінде сол ойынды өздерімен бірге ала кеткендігі, сол Үндістанның ақсүйектерінің арасында көптеп ойналғандығы туралы, сол арқылы Үндістаннан кейіннен ағылшынның отарлауы кезінде ағылшын офицерлері үйреніп, содан 19 ғасырда
Европаға барып, кейіннен Америкаға, сөйтіп бүкіл құрлықтарға тарағандығы туралы деректер бұл Халықаралық поло федерациясының ресми сайтында да, басқа да осы полоның тарихына байланысты жазылған деректерде де көптеп кездеседі. Бәріміз білетін Сұлтан Бейбарыс фильмінде шөген ойнап жатқан сәт бейнеленген. Бұл ойын көкпар сияқты халықтық сипат алмаса да, дипломатиялық мәміле кезінде ойналған. Көне түркі жазбаларда осы пікірді айғақтайды. Бұл ойынның өзінің атауын қайта табуы біздің тәуелсіздік алған жылдарымызбен қатар келді. Өздеріңіз білесіздер, тәуелсіздік алған алғашқы жылдары қазақтың этнограф ғалымы Асқар Егеубаев, Жүсіп Баласағұнның құтты білігін, сондай-ақ Махмұд Қашқаридің түркі тілдерінің Дивани лұғат ат-түрк аталынатын түркі тілдерінің сөздігін көне Шағатай тілінен транскрипциялап, қазіргі қазақ әдеби тіліне өлең жолдарымен әдеби мағынада аударған болатын. Сол осы шығармаларды 11 ғасырларда жазылды деп есептелінетін осы біздің мәдени мұраларымызды аудару барысында ол кісі осы сөзге, осы терминге жолығып, осы терминнің түбін қазбалап, ақыры осы шөген деген ұғымды біздің әдеби сөздігімізге ресми түрде енгізді деп айтсақ артық болғандық емес. Ат құлағында ойнайтын дала ұландарына бұл аса күрделі ойын емес. Ең бастысы ойыншылар полоның ережесін түсініп, ойынға жылқыны бейімдей білсе болғаны. Мұндағы жылқылар Қостанай ат сауытынан шыққан жергілікті сәйгүліктер. Бәрі көкпар, аламан сияқты топтық ойындарда сыналған арғымақтар. Жасыл алаңдағы сайысқа төселгені соншалық аттардың өзі доп қуып, ойыншының ыңғайын бағып отырады. Қазақ жылқысының осы ойынға бейімділігін айтатын болсақ, ол жағынан да біз ешкімнен қалсайық деп тұрғамыз жоқ. Қазақтың жылқысы осы ойынға әбден келеді, өзі жатағандау, негізі ішінде ұшқыр жылдам жылқыларды біз іріктеп алып, осы қазіргі Қазақстан Республикасында шөген ойынын ойнап жүрген жігіттердің, аттарының, жылқыларының барлығы осы тек Қазақстан жерінде дүниеге келген қазақтың төл тума жылқылары. Шөгеннің аттары бәйгеге өте жақын болғаны, өйткені бұлардың жылдамдықтары. Бір, екіншіден көкпардың аттармен айырмашылығы, көкпарда көбінесе еркек жылқылар ойнайды, айғырлар. Бізде шөгенде ыңғай байталдар ойнайды. Айырмашылығы солды. Бәйгеге жақын олшын шөгеннің аттары, жылдамдықтары. Скорс керек та бізге. Неғұрлым жылпос ат керек та, скорсы мықты ат. Бізде шөген ойнап жүрген аттардың бәрі өзіміздің заводтан шыққан Қостанай пародасы, өзіміздің қазақи жылқылар, Қостанай тұқымы. Бел кетсін, не белбеу кетсін дейтіндей ойын керек ақ қазір Тараз жігіттеріне, Әулиеата жігіттеріне. Сонымен екінші кезең басталды. Ай, Нұрдәулеттің соққысына көңілдегідей болған жоқ. Және гол! Дегенмен Нұрдәулет қателескенмен әріптесі бұл тамаша пасты голға айналдыра алды. Есеп 1-1. Міне құрметті көрермендер, көз алдарыңызда сақтап бара жатқан Тараз командасының ойыншысы. Біздің аттың құлағында ойнайтын шабандоздарымыз бұл ойында емін-еркін игеріп алып кетті. Оларға тіпті көп жылдық дайындықтың да қажеті болмады. Шетелде 7-8 жылда өтетін жолды біздің жігіттер 1 жылдың ішінде өтіп, кәдімгі үлкен гандикаптарға қол жеткізіп, жаңағындай халықаралық жарыстарда топ жардық деп жоғарыда айттық. Бұл ойын атқа міне білетін, аттың бабын білетін, аттың күйін келтіретін қазақ баласы үшін түк те қиындығы жоқ. Қолына жасынан құрық ұстап, атқа мініп өскен қазақ баласы демде игеріп алып кетеді. Негізі мамандығым менің электрик. Осы 3-ші курсты бітіріп, диплом қорғауға келген кезде осы спортқа келдім. Осы спорт маған ұнады. Содан кейін мен осы спортпен айланысып келем. Уже 3-ші жыл кетіп жатыр мен айланысып жатқаныма. Жақсы, өзіме ұнайды осы спорт. Біз жастайымыздан допта да қуаладық, атпен де ойнадық. Қызық бізге осы ойын. Құдай қаласа, Алла нәсіп етсе,
Бізде шетелде Адольфо Камбиасо деген номер 1 ойыншы бар. Оны білетін шығарсыздар. Сол сияқты болсақ па деген арманымыз бар, алға қойған мақсатымыз. Бұл шөген деген жақсы спорт, бұның алдағы өмірде былай жалпы дамып кететін кәміл сәтсенім бар бұның. Мысалға шетелдерге де барып ойнап келіп жатыр. Бірінші орын алып та келіп жатыр балдарымыз. Жақсы ойын, шоқтығы биік. Шөгенде таяқша мен допты ұру мен шоқпар сілтеу арасында ұқсастық бар. Барымтада шоқпар бата тимей қата тисе, астындағы атын немесе қарсыласын жазым қылады. Онда құны төленген. Сол себепті жылқышыларға шоқпар ұрудың әдіс тәсілін жетік меңгеру керек болды. Шөгенде де таяқшамен жұмыс істеудің тәртібі бар. Ойын кезінде атты таяқшамен ұруға болмайды. Шөгенмен жаттыққан жылқышылар барымтада шоқпар сілтегенде, ұрыста қылышпен шапқанда мүлт кетпеген. Ат ердің қанаты деп білген елдің азаматы өзінің астындағы тұлпарын аялай білу керек білген, соны баптап, күтіп, мәпелеп, міне білу керек болған. Ал енді өздеріңіз білесіздер, аттың тізгінін басқарумен қатар қаруды сілтеу ол да өнердің шырқау шеңі деп айталамыз. Сол қолменен тізгін, оң қолменен қару ұстағанда кейде мәселен атты жаралап алуы да мүмкін болған. Сол себепті ал енді ондай дүние ер азаматтың, жауынгердің арына, намысына сын болған. Яғни мен жігітпін, ер азаматпын, осында астымдағы мінген атым менің маңдайыма, менің қанатым маңдайыма басқан атым деп білген азамат өзінің қаруын ешқашан өзінің астындағы мінген тұлпарына, сәйгүлігіне тигізіп алмауы міне осы жаңағы шарт болған. Осы ер жігіттің өнерін, мергендігін, сондай-ақ әскери өнерге жетіктігін білдіретін бір эталон іспеттес дүние болған. Сырттай қараған кісіге шөген сондай көркем, бек, мырзалардың ойынына ұқсайды. Атын сабалап, жан таласып жатқан ешкім жоқ. Бейне доп қуған футболшылар сияқты. Қимыл қозғалыстары ширақ, епті. Ойыншылардың бір-біріне деген құрмет ізеті де бөлек. Енді бөрде ең бастысы атты үйрету керек. Ат жаңа бұл жерде де жаңағыдай аттың көмегі өте көп. Енді жаңағы ережені бұзбау керек. Бөрде енді ең бастысы спортшының қауіпсіздігі ғой. Жаңағы көлдене шықпау керек. Таяқшамен жаңағы аттың аяғына тығыз бермеу керек. Көп видеоларын көрдік. Сол кезде енді басты несі қауіпсіздігі, спортшының қауіпсіздігі, адамның қауіпсіздігі ғой. Аттың ұшқырына, жігіттің ептісіне икемді поло спорты қазақ жерінде де қанат жайды. Қазақстан Шөген Федерациясы құрылды. Онда тақымы тастай шабандоз жігіттер жұмыс істейді. Жыл сайын республикалық жарыстар өтіп тұрады. Шетелдерде де ат оздырып жүр. Жылқы ер қанаты болған қазақ ұландары шалт қимылды дүбірлі додаға қазірдің өзінде бейімделіп алған. Жасыл шөптің үстінде жұлдызды аяғып, қырандай құйылады. Осы 3 жылдың арасында Германияға барып ойнадық, Аргентинаға барып ойнадық. Одан осы 2017-те осында шетелден 3 команда шақырып, поладан жарыс өткіздік. Сонда біздің өзіміздің Қазақстан командасы, Астана командасы 1-ші орын алды. Результат үшін жаман емес, жетістіктеріміз жаман емес, енді дамытып келе жатырмыз. Біз ұлттық олимпиада комитеті тарапынан танылдық. Сондай-ақ халықаралық поло федерациясына мүше болып кірдік. Өзіміздің облыстарда, бірнеше облыстарда 7-8 команда құрдық.
Қазақстан чемпионаттарын ресми түрде өткізе бастадық. Жылына бірнеше турнирлар қатарынан өткізіп келеміз. Сондай-ақ сонымен қатар біздің ұлттық құрамамыз шетелдерде, Аргентинада, Англияда, Германияда өткен жарыстарға қатысып, топ жарып, жүлделі орындарға ие болып келеді. Ұлттық ойынның арқасында талай шабандоздың бағы жанды. Ауыл жігіттері бүгінде 6 құрлықта ат ойнатып жүр. Спорттың бұл түрінің қазаққа жат емес екенін әлем мойындады. Енді шетелге көп шықты, балдар Бразилияға барды, Аргентинаға барды, Германияға барған кезде өте жоғары баға берді. Англияға барған кезде сол халықаралық федерацияның президенті отырды сол кезде. Соның көзінше біздің балдар өте күшті ойын көрсетті. Сол ағылшындардың ең күшті командалармен терезесі тең ойнады. Сол кезде бізге сендерді енді келешекте бұдан да жоғарғы турнирлерге қосуға жаңағыдай уәде берген ол кісі. Мына балдардың осындай аз уақыттың ішінде тез игеріп, үйреніп алғандарын өте керемет деді. Ұйымдастырушылар осы ойынды қолға алғанда әбжіл қимылды көкпаршыларға иек артты. Енді көкпаршылар үшін бұл шөген ойыны былайша айтқан кезде түкте қиындығы жоқ. Себебі біз осы ең алғашқы оқу жаттығу жиынына Москваға барған кезде, Ресей мемлекетіне жаңа. Сол кезде жаңағы Аргентинаның мамандары, Бразилияның мамандары сол жерде көптеген мамандар жүрді. Сол кезде олар біздің қазақ жігіттерін атта отырғанына өте риза болды. Сендерге деді, мынау ойын үйреніп түкке тұрмайды. Өйткені сендер аттың үстінде өте керемет отырады дегенсіңдер. Бізді үзеңгімізді алып тексерді, үзеңгізді отырғызып, атқа кәдімгідей енді жабысып отырады дегенсіңдер, керемет отырады дегенсіңдер. Біз осы ойынға үйрету үшін кем дегенде 2-3 жыл атқа отырды үйретеміз дейді. Одан кейін барып, қолына таяқшаны беріп, жаңағы күлішкені беріп, добыруды, басқасын жайлап байтапны үйретеміз дейді. Енді бізге осы кезде айтқан, сендерге тек қана ережені өте мұқият білу керек. И жаңағы соққылардың неше түрлі соққылар бар жаңа. Сол жаңағы әдіс-айларын үйреніп алсаңдар, түкке қиындығы жоқ деп. Өзімізде басында енді осы бастаған кезде осы қызық емес болып көрінді басында бізге де. Ойнап көрейікші, енді өзіміз көрейік, бағымызына көрейік, кішкене көрейік деп, соны жайлап өзімізде де қызығушылық танылды. Балдардың бәрі ойнағаннан кейін ережесін толық түсінгеннен кейін өзіміздің қызығушылығымыз өте күшті болып кетті. Сол себептен қазір енді өзімізде де осы жерде де жарыстар өткізіп, ойнап тұрамыз. Поло ойынында соққының 4 түрі бар. Алға, артқа. Аттың екінші қапталымен тағы да алға, артқа соққы жасайды. Осы 4 түрлі тәсілге қарап, біздің қылыш сермеу, шоқпар ұруға ұқсайтынын байқаймыз. Ал қанында жауынгерлік рух бар жігіттер шөген добын құлашта бұрғанда ақ шар зымырандай ұшады. Ендігі міндет машықты жетілдіріп, халықаралық тілді меңгеру. Келешекте бұл спортты ойнау үшін ағылшын тілін жетік меңгеру керек. Сонда жаңа төрешіге барып өзің дауыңды айта аласың. Жаңа қарсыласқа барып өзің неңді айта аласың деген сияқты. Жаңа төрешіге өзің ойың жеткізе аласың да. Құлақ тұндыратын арғымақтардың дүбірінен Алатау көшіп кетердей. Тарих қайта жаңғырып, өшкеніміз жанды. Жоғалғанымыз түгенделді. Шөген ортамызға оралды. Осындай арғымақ аттардың шабысымен қазақ таласында елдік пен ерліктің күйі күмбірлей бермек. Міне бүгінгі таңда біздің облыстық әкімдіктерде осы елбасымыздың рухани жаңғыру бағдарламасы аясында осы спортқа мән беріп, қосымша қаржы бөліп, облыстың құрама командаларының дайындығына көңіл бөліп, өздерінің үлесін қосып келеді. Осы бағытта, осы қарқында дамитын болсақ, әрине шөген спортының әлі де алар асуы, шығар биігі бар екеніне сеніміміз мол. Салт дәстүр, әдет ғұрып, тіпті қазақтың ұлттық спортының өзі жаңарады, толғады. Шөген де бір замандарда көшпенді даласынан көз жазып қалған өнердің бекзат түрі еді. Тәуелсіздікпен бірге қазақ елінде қайта жаңғырып жатыр.
ұрпақ жадында ұлттық спорт ұлықталса, асыл қазынамыз салт дәстүріміздің мерейі өскені.